Үміті үзілген жас ана өзінде қалған соңғы затты. Күйеуінің көне сақинасын ломбардқа тапсырды. Бірақ зергер ойып жазылған жазуды көріп, бір адамға қоңырау шалды. Ал ол сипаттаманы естігенде: бастамас бұрын, бізді қай жерден көріп отырғандарыңызды жазыңыздар. Сіздерге жағымды тыңдалым тілейміз. Катя ас үй терезесінің алдында тұрып, краннан тамып жатқан тамшыларды астына қойылған кастрөлге санап тұрды. Минутына 17. Бір күні Данилка ұйықтап қалған кезде, өзі ұйықтай алмай іш пісіп кеткеннен санап көрген еді. Содан бері сол тамшылар бір түрлі метроном сияқты болып кетті. Қайда жіберерін білмейтін уақытын санап тұрғандай. Түндер ең қиыны болатын. Күндіз болса, тым болмаса қолын бір нәрсемен айналыстыруға болатын. Жұмыс, үй жинау, тамақ істеу, Данилка. Ал түнде тек орындықта отырып, жөндей алмайтын кранның тамшылағанын тыңдау ғана қалатын. Өйткені сантехник шақыру ақша тұратын, ал ақша жоқ еді. Олар ескі 5 қабатты үйдің бірінші қабатындағы пәтерді жалдап тұратын. 2 бөлме. Егер оны бөлме деуге болса, біреу қоймадан сәл ғана үлкен, онда Данилканың кереуеті, сурет салатын кішкентай үстелі және ойыншық салынған қорабы тұратын. Екіншісі әрі жатын бөлме, әрі қонақ бөлме, әрі бәрінің орны еді. Дәліздегі тұсқағаз төмен жағынан ажырақ кеткен. Катя көзге түспесін деп, оны плинтуспен қыстырып қойған. Ас үйдегі линолеум, әсіресе плитаның жанында сор негізіне дейін тозып кеткен еді. Бірақ плита жұмыс істейтін, ең бастысы сол болатын. Данилка 5 жасқа аяқ басып келе жатқан. Арықша келген, ақшыл шашты. Әкесінен қалған байсалды көздері бар бала. Ол 3 аптадан бері жөтеліп жүрген. Басында Катя оны жай суық тию деп ойлап, таңғурай қосылған шәй беріп, қыша қағаздарын қойған. Кейін жөтелі терендеп, түнде бала тұншығып ояна бастады. Ал Катя жанында отырып оны қолына алып, жастығын биігірек қоятын. Емханада учаскелік дәрігер тыңдап көріп, басын шайқап, облыстық ауруханаға тексерілуге жолдама жазып берді. Оның бронхиті созылмалы түрге өтіп кеткен, деді дәрігер қағаздан көз алмай. Рентген, анализдер, мүмкін ингаляция курсы керек. Бірақ ол енді бізде емес. Катя жолдамаға қарап тұрды. Облыстық аурухана, ақылы анализдер, ақылы процедуралар. Ол ойша есептеп көрерді. Картада 3 мыңнан сәл ғана көп ақша қалған, ал жалақыға дейін тағы 9 күн бар. Ол үйден 2 көше жерде орналасқан азық-түлік дүкенінде кассада жұмыс істейтін. Ауысымдары 2 күн жұмыс, 2 күн демалыс болып ауысып тұратын. Көп төлемейтін, бірақ тұрақты еді. Әрі қожайын Виктор Петрович кейде мерзімі өтіп бара жатқан нан мен йогурттарды алуға рұқсат беретін. Катя бұған мақтанбайтын, бірақ баста тартпайтын. Данилка құлпынайлы йогурттарды жақсы көретін. Ал олардың мерзімі бітуіне әдетте тағы 1-2 күн қалатын. Сол күні таңертең ол әдеттегідей сағат 6-да тұрды. Терезенің сыртында сұрғылт таң еді. Ауладағы шам жыпылықтап тұрды. Шамы күйіп бара жатқандай. Катя шәйнекті қосып томастықштан кешегі ботқаның қалғанын алып, жылытуға қойды. Данилка әлі ұйықтап жатқан. Оның бөлмесінен сырылдаған тынысы естілетін. Ал Катя әр жолы тоқтап, тынысы бір қалыпты ма, тағы ұстама басталып кеткен жоқ па деп құлақ түретін. Үстел үстіндегі телефон дәл 8:30-да шырылдады. Катя экранға қарады. Бейтаныс нөмір. Тұтқаны көтерді. Екатерина Дмитриевна. Дауысы әйелдік еді. Құрғақ, ресми. Сізге қамқоршылық және қорғаншылық бөлімнен хабарласып тұрмыз. Тамара Сергеевна Жукова. Маған сіздің кәмелетке толмаған ұлыңыздың тұрмыстық жағдайын тексеру қажет. Бүгін сағат 11. Сізге ыңғайлы ма? Катяның іші бір түрлі қысылып кетті. Қамқоршылық органы. Мұндай жағдай болуы мүмкін екенін ол білетін. Жоғарғы қабаттағы көршісі Ирина Павловна 1 ай бұрын шағым жазам деп қорқытқан еді. Оған Данилканың түнде жөтелетіні және Катяның баланы жалғыз өзі қалай болса солай асырап жүргені ұнамайтын. Сол кезде Катя мән бермеген, бос сөз шығар деп ойлаған. Бірақ міне, қоңырау шалды. Иә, деді Катя, дауысы дірілдемесін деп тырысып. Келе беріңіз. 11-ге дейін 2,5 сағат қалған еді. Катя ас үйдің еденін жуып, кітап тұрған сөренің шаңын сыртып, Данилканың төсегіне таза төсек жаймасын төседі. Соңғы таза жиынтықты.
Кір жуатын машина болмағандықтан бәрін қолмен жуатын. Шкафтан үтікті алып, Данилкаға жейде үтіктеді. Бала оянып, көздерін уқалап жөтеліп жіберді. Мама, кім келеді? Бір тәте, жұмыспен келеді. Сен жай ғана отырып сурет салшы, жарай ма? Данилка басын изеді. Ол артық сұрақ қоймауға үйреніп қалған. Тілалғыш бала еді. Кейде бұл Катяны оның еркелігінен де қатты қорқытатын. Тамара Сергеевна дәл 11-де келді. Бойы аласа, шамамен 25 жастағы әйел. Үстінде қара пиджак, қолтығында папка, қолында дайын тұрған қалам. Ол аяқ киімін шешпестен кірді. Ал Катя ескерту жасауға батылы жетпеді. Тамара Сергеевна дәлізге көз жүгіртіп, принциппен саусағын жүргізіп өтті. Жуынатын бөлмеге кіріп, ыстық судың бар жоғын тексерді. Ыстық су жоқ еді. Қазандық бұзылып жүрген. Пәтер иесі өткен айдақ жөндеймін деп уәде берген. Ыстық су? Деп сұрады Тамара Сергеевна дәптеріне бірдеңе жазып жатып. Уақытша өшірілген. Үй иесі жөндеймін деген. Жақсы, ас үй. Тамара Сергеевна тоңастықшты ашты. Ішінде бір пакет сүт, 3 жұмыртқа, жарты банка тушенка және балаларға арналған сүзбе түреді. Ол бәрін жазып алды. Катя үндемей, бөтен әйелдің тоңастықшының ішін тексеріп жатқанын қарап тұрды да, құлағының жанып кеткенін сезді. Катя, бала қайда? Бөлмеде, сурет салып отыр. Тамара Сергеевна Данилканың бөлмесіне кірді. Бала үстел басында отырып, қағазға қарындашпен бірдеңе сызғылап жатқан. Тәтеге төменнен жоғары қарап қойды, бірақ жымиған жоқ. Тамара Сергеевна жанына отырды. Атың кім? Данила. Жасың нешеде, Данила? 4-те. Жақында 5 болады. Не салып отырсың? Үй. Тамара Сергеевна суретке қарады. Терезелері бар кішкентай үй. Жанында 2 адам. Біреуі үлкен, біреуі кішкентай. Қоршауда ағашта жоқ. Ол орнынан тұрып Катяға бұрылды. Бала жөтеліп жүр екен. Ем жүріп жатыр ма? Иә, учаскелік дәрігердің бақылауындамыз. Тексерілуге жолдама бар. Қашан барасыздар? Келесі аптада. Созбаңыз, Екатерина Дмитриевна. Тамара Сергеевна дәптерін папкасына салып қойды. Сізді қорқытайын деп тұрған жоқпын, бірақ жағдай қанағаттанарлық емес. Ыстық судың болмауы, жеткіліксіз тамақтану, баланың созылмалы ауруы және тиісті емнің жоқтығы. Егер келесі тексерісте ештеңе өзгермесе, біз мәселені басқа қырынан қарастыруға мәжбүр боламыз. Қандай мәселе? Деп ақырын сұрады Катя, жауабын алдын ала біліп тұрса да. Баланың мұндай жағдайда өмір сүруінің орындылығы туралы. Тамара Сергеевна құрғақ қоштасып, артына қарамастан шығып кетті. Есік жабылды. Катя дәлізде қабырғаға сүйеніп тұрып қалды. Бөлмеден Данилканың дауысы естіліп тұрды. Ол өз-өзімен сөйлесіп, суретіндегі бірдеңені дыбыстап отырған. Катя аузын алақанымен жауып, қабырға бойымен отырып қалды. Көз жасы өзінен өзі үнсіз ағып кетті. Ыстық, тұзды. Ол солай 5 минуттай отырды. Сосын орнынан тұрып, бетін салқын сумен жуып, сүлгімен сүртті. Айнаға қарады. Өңі бозарған, көзінің асты көгерген. Жасы 27-те болса да, 35-тегідей көрінетін. Көзін жұмып, не істеу керегін ойлады. Кешке Данилка ұйықтап қалған соң, Катя комоттың төменгі жәшігінен ағаш қорапшаны алып шықты. Қорапша ескеді, қақпағы тозған, іші барқытпен қапталған, ішінде бірнеше сурет, неке куәлігі және сақина жатты. Ер адамның алтын сақинасы, ауыр, қаратасы бар. Ішкі жағында ойып жазылған жазуы болатын. Катя сақинаны алып, саусақтарының арасында айналдырып қарады. Жазу, әріптермен дата, қолмен, ұқыпты, майда әріптермен жазылған еді. Андрей бұл әкесінен қалған отбасылық зат деп айтатын. Сақинаның өте ескі екенін, тіпті атасынан қалғанын және оны сатуға болмайтынын айтатын. Андрей. Катя кереуеттің шетіне отырып, сақинаны алақанына қойды. Олар 6 жыл бұрын, қараша айында автобус аялдамасында танысқан. Жаңбыр жауып тұрған. Катяның қолшатыры сынып қалған еді. Ал Андрей бойшаң, сәл еңкіштеу, су болған күртка киген, үнсіз, өз қолшатын ұсынды. Катя бас тартты, бірақ ол тұрып алды. Сосын екеуі бір қолшатырдың астында тұрып, 20 минутқа кешіккен автобусты күтті. Сол 20 минуттың ішінде Андрей өзінің автослесарь болып істейтінін, жалғыз тұратынын, жаңбырды ұнатпайтынын, бірақ күзді жақсы көретінін айтып үлгерді.
Катя тыңдап тұрып, оның қолдары сабырлы, дауысы жай екенін ойлады. Жанында тұрған кезде мазасыздық болмайтын. Бір жылдан кейін үйленді. Қарапайым өмір сүрді. Андрей жаман таппайтын, бірақ ақша жинай алмайтын. Пәтер жалдап тұрды. Бір күні өз үйлерін аламыз деп армандайтын. Данилка туған кезде Андрей перзентхана дәлізінде ары-бері жүріп, кіреберістің дәл жанында темекі шегіп тұрған. Оған дейін бір ай бұрын тастаған болса да, кейін палатаға кіріп, ұлына қарап, саған ұқсайды. Жақсы деді. Бұл Андрейге тән нәрседі. Артық сөзсіз, бірақ іштей жылылық сыйлайтындай. Өз отбасы туралы Андрей өте аз айтатын. Тікелей сұрақтарға қысқа жауап беретін. Атанам баярда қайтыс болған, туыс жоқ. Бірде Катя Сақина туралы сұраған. Қайдан келген? Андрейге дейін оны кім таққан? Андрей үндемей отырып, Сақинаны саусағында айналдырып. Әкемнен қалған. Одан қалған жалғыз нәрсе осы. Қалғанның бәрі бос, деді. Сосын сондай үнсіз қалып қойды. Ары қарай сұрағың келмейтіндей. Содан кейін Катя қайта сұрамады. Андрей 3 жыл бұрын қайтыс болды. Қысқы трасса, көктайғақ, қарсы жолақтан шыққан жүк көлігі. Ол кезде жасы 31 деді. Полициядан қоңырау шалғанда, Катя не айтып жатқанын ұзақ түсінбей тұрды. Сөздері орысша сияқты, бірақ мағынасы мүмкін емес бір нәрсеге айналып кеткендей еді. Кейін жерлеу болды. Суық ресми зал. Жұмысынан бірнеше адам келді. Ал туыстардан тек өзі ғана. Қолында Данилкасы бар. 2 жастағы Данилка бүкіл рәсім бойы үндемеді. Сөзбен айталмаса да, бірдеңені түсініп тұрғандай. Жерлеуден кейін Катя Сақина жатқан қорапшаны комоттың түбіне салып қойып, 3 жыл бойы ашпады. Сақина Андрейден қалған соңғы шынайы зат еді. Қалғанның бәрі біртіндеп жоғалды. Күрткасын Катя шіркеуге берді. Құралдарын автосервистегі әртте салып кетті. Ал экраны сынған телефоны зәреттаусыз сол күйі жәшікте қалып қойды. Ал қазір Катя кереуеттің шетінде отырып, Сақинаға қарап отыр. Картада 3000. Облыстық ауруханаға жолдама. Қайта келетін инспектор. Ол мұндай Сақинаға ломбард қанша шамамен беретін білетін. Алтын, тас, ескі жұмыс. 15, мүмкін 20 мың. Бұл ақша тексерілуге, алғашқы дәрілерге, және томастықшты Тамара Сергеевна жеткіліксіз тамақ деп айталмайтындай толтыруға жететін еді. Катя Сақинаны қайтадан қорапшаға салып, қақпарын жапты. Ол жатып көрпені иегіне дейін тартып жамылды. Данилканың бөлмесінен тағы да құрғақ, үретіндей жөтел естілді. Катя көзін жұмбай, төбеге қарап жатты. Кешір, Андрюша, деп ойлады ол. Менде сататын басқа ештеңе қалмады. Таңертең Катя әдеттегіден ерте тұрды. Терезеден қарады. Аспанды біркелкі сор бұлт қаптап, бірде-бір жарық санлауы көрінбейтін. Ол жайлап Данилканың бөлмесіне кіріп, маңдайын ұстап көрді. Жылы, бірақ ыстық емес. Бала бүктетіліп ұйықтап жатыр екен. Жартылған құлағы бар плюш қоянын құшақтап алған. Катя оны көрші Люда тәтеге апарып тастады. Людмила Васильевна, толықша келген, жасы 60-тар шамасындағы, дауысы қатты, жүрегі жұмсақ әйел. Қабырға ар жағында тұратын және Катя жұмысқа кеткенде Данилкаға қарап беретін. Тағы жөтеліп жүрме, деп сұрады Люда тәте, баланы қолына алып жатып. Иә, мен аз уақытқа ғана. Бара бер, біз мұнда компот қайнатамыз. Данилка, компот жасаймыз ба? Данилка басын изеп есінеп қойды. Катя оның төбесінен сүйіп, баспалда қалаңына шығып есікті жапты. Сақина пальтосының қалтасында қағаз орамалға оралған күйі жатты. Катя көшемен жүріп бара жатты. Шаурма дүңгіршегінің жанынан, дәрхананың жанынан, түсі оңып кеткен маңдайшасы бар жабық шаштараздың жанынан өтті. Таңғы ауа дымғыл әрі суық еді. Ылғал асфальттың және ащылау бір иістің, түтіннің бе әлде қураған жапырақтың ба иісі сезілетін, жапырақтар баяғыда түсіп кетсе де. Ломбард бұрыштағы тұрғын үйдің бірінші қабатында мата дүкені мен нотариус кеңсесінің арасында орналасқан еді. Есіктің үстінде ломбард, алтын мен күмісті сатып алу, бағалау деген жазу ілулі тұрды. Катя кіреберісте тоқтап, Сақинаны қалтасынан шығарып, жұдырығына қысты. Бір сәт тұрып қалды. Терең дем алып, есікті итеріп ашты. Іші тар әрі тыныш болатын. Шағын бөлме әйнек қалғамен екке бөлінген.
ішінен ескі ағаштың, металдың және тәттілеу бір иістің, бәлкім полирольдің, бәлкім ладанның иісі шаптырды. Қабырғалар бойында бөтен адамдардың заттары тұрған витриналар созылып жатты. Шынжырлар, сағаттар, сырғалар, монограммасы бар портсигар, барқ төсемдегі бірнеше неке сақиналары. Ол заттардың әрқайсысы біреудің тарихы, біреудің енді шыдай алмаймын деген сәт еді. Сондықтан Катя оларға қарамауға тырысты. Әйнектің ар жағында биік орындықта шамамен 65 жастағы ер адам отырды. Бойы аласа, арықша келген, үстінде тор көз жейде, жеңдері түрілген, көзіндіргі мұрнының ұшында тұр еді. Оның алдында үстелде барқ майлық, жез сабы бар үлкейткіш әйнек және кішкентай таразы жатты. Ол есік үстіндегі қоңырау сыңғырлаған кезде қалың дәптеріне бірдеңе жазып отырған. «Қайырлы таң», деді ол, басын көтерместен. «Кіріңіз». «Сәлеметсіз бе?» Катя терезешеге жақындап, сақинаны екеуінің арасындағы әйнек сөреге қойды. Ер адамның аты Семен Аркадьевич еді, ломбардтың иесі. Ол көзін көтеріп, алдымен Катяға, кейін сақинаға қарады. Күнделікті дағдымен оны екі саусағымен алып, жарыққа тосып қарады. Алтын шамның астында көмескі жылтырады. Семен Аркадьевич оң көзіне зергерлік лупасын тағып, сақинаны айналдырып қарап шықты. Тасы қою шие түсті, терең рентті, сызатсыз. «Гранат», деп көбірледі өзіне. Ескі қырлау. «Жақсысы». Катя үнсіз күтті. Ол қолдарын айғастырып тұрып, бөтен саусақтардың Андрей өмір бойы шешпей таққан сақинаны айналдырып жатқанын қарап тұрды. Оң қолының аты жоқ саусағында. Катя бір түні оянып кетіп, Андрейдің салғасынан жатып, терезеден түскен ай сәулесіне қолын көтеріп, сақинаға қарап жатқанын көргені есіне түсті. Сол кезде ол ештеңе айтпай, ұйықтап жатқан болып қалған. Кейбір нәрселер тек Андрейдің өзіне ғана тиесіледі. Семен Аркадьевич сақинаны аударып, ішкі жиегіне қарады. Сосын қатып қалды. Шешейін деп тұрған лупасы көзінде сол күйі қалды. Ол сақинаны жақынырақ әкеліп, көзін сығырайтып қарады да, тырнағымен ішкі бетін баяу жүргізіп өтті. Ою сақинаның ішкі шеңберін түгел айнала жазылған еді. Ұсақ әріптер, қолмен, қазір ешкім дерлік қолданбайтын ескі тәсілмен қашалған. Бұл лазерлік гравировкада емес, мөрде емес, металға қолмен ойып жазылған. Әр әріп алтынға жемішке кескішпен терен батырылып түсірілген. Семен Аркадьевич бұл техниканы білетін. Бір кезде өзі де осылай жұмыс істеген. Шамамен 30 жыл бұрын. Шеберханасы әлі ломбард емес, нағыз зергерлік шеберхана болған кезде. Ол лупаны шешіп, әйнегін сүртіп, қайта қарады. Инициалдар. П, И, К. Және дата. Ол датаны екі рет оқыды. Сосын сақинаны барқыт майлыққа қойып, Катяға алғаш рет мұқият қарады. Жай кезекті клиент ретінде емес, бірдеңе сұрау керек адамдай. «Бұл сақина сізге қайдан келді?» Дауысы өзгеріп кеткен еді. Бәсен, құрғақтау шықты. Катя көзін жыпылықтатты. «Күйеуімнен. Бұл оның сақинасы. Отбасылық. Күйеуіміз тірі ме?» «Жоқ. Ол қаза болды. 3 жыл бұрын. Апатта», деді Катя. Семен Аркадьевич біраз үндемеді. Саусағымен үстелді баяу тықылдатып отырды. Бірдеңені санап отырғандай. «Күйеуіңіздің аты кім еді?» «Андрей. Андрей Павлович». «Ал тегі?» «Кравцов. Андрей Павлович Кравцов». Семен Аркадьевич тықылдатуын тоқтатты. Ол қайтадан майлық үстіндегі сақинаға қарады. Сосын Катяға, кейін тағы сақинаға көз тастады. Көзіндіргін шешіп үстелге қойды да, мұрнының үстін уғалады. «1 минут күтіңіз», деді ол. «Қазір келен». Орнынан тұрып, орындығын ысырып қойып, артқы бөлмеге кіріп кетті. Артынан есікті жапты. Катя әйнек қалқаның алдында жалғыз қалды. Қабырғаның ар жағынан оның ары-бері жүрген дыбысы естілді. Сосын жәшіктің сықыры, қағаздардың сыбдыры. Тыныштық. Кейін бәсен дауыс шықты. Семен Аркадьевич біреумен телефонмен сөйлесіп жатты. Шкафтар мен сөрелерге толы тар артқы бөлмеде Семен Аркадьевич терезе алдында тұрып, телефонды құлағына қысып тұрды. Ол бұл нөмірді 1,5 жылдан бері термесе де жатқа білетін. Бірінші гудок, екінші, үшінші.
Жауап бермейтін шығар деп ойлап үлгіргенде, арғы жақтан дыбыс естілді. Тыңдап тұрмын. Дауыс төмен, сабырлы, сәл қарлығын кеді. Павел Игнатьевич, бұл Семен. Семен Аркадьевич, Ломбардтан ба? Үнсіздік. Семен? Көптен бері хабарласпап едің. Бірдеңе болды ма? Болды. Павел Игнатьевич, Сақинаны есіңізде ме? 10 жыл бұрын көрсеткен Сақина ма? Гранаты бар, қолмен қашалған. Сіздің инициалдарыңызбен дата жазылған. Тағы үнсіздік. Иә, есімде. Неге сұрап тұрсын? Маған қазір бір жас әйел келді. Сақинаны сатуға келіпті. Мен қарап шықтым. Павел Игнатьевич, бұл сол Сақина, сол инициалдар, сол жұмыс, сол дата. Мен оны тантым. Мұндай қырлауды бір кезде өзім жасағанмын. Шебердің қолтаңбасын ұмытпайсын. Бұл сіздің Сақинаңыз. Арғы жақтағы тыныштық сондай ауыр болды. Семен бөтен пәтердегі сағаттың тықылын естігендей болды. Әйел Сақинаның кімнен қалғанын айтты, деді ол. Павел Игнатьевичтің дауысы бәсеңдеп кетті. Телефонды құлағына қаттырақ қысып алғандай. Күйеуіңнен, дейді. Күйеуінің аты Андрей Павлович, тегі Кравцов. 3 жыл бұрын қаза болды, дейді. Тағы тыныштық. Семен күтті. Арғы жақтан бір нәрсенің сықыр естілді. Орындық па, есік пе? Ауыр тыныс. Сосын Павел Игнатьевич. Оны жібермет, деді. Жіберме оны. Мен бара жатырмын. Байланыс үзіліп кетті. Семен Аркадьевич телефонды төмен түсіріп экранға қарады. Сосын терезеге көз тастады. Ломбардтың артқы ауласында жел асфальттың үстімен пластик стақанды домалатып жүр екен. Семен тағы бір сәт үнсіз тұрды да, қайтадан залға ақша шықты. Катя сол орнында, терезешенің жанында тұрған. Ол аяғынан аяққа ауысып, өғындағы сөмкесін түседі. Бәрі дұрыс па? Деп сұрады ол сақтана қарап. Сақина жалған емес. Егер соны ойлап тұрсаңыз. Күйеуім нағыз алтын деген. Сақина нағыз. Деп басын изет Семен Аркадьевич те, орнына қайта отырды. Оны көріп тұрмын. Сіз асығып тұрған жоқсыз ба? Маған 12-ге дейін қайту керек. Ұлым көрісте. Біраз күте тұрмыз. 30-40 минуттай. Қазір шай жасап беремін. Неге күтуім керек? Катя қабағын түйді. Бағасын айтыңызда болды. Күте тұрмыз, деді Семен жай ғана. Өтінемін. Бұл маңызды. Мен үшін емес, сіз үшін. Оның даусындағы бір нәрсе Катяны үнсіз қалдырды. Ол зергерге қарады. Семен байыппен қарап отыр екен. Жымиюсіз, бірақ қорқытпай. Бірдене білетін, бірақ әзірге айта алмай отырған адам сияқты. Жақсы, деді Катя. Күтемін. Семен Аркадьевич артқы бөлмеге кіріп кетіп, 5 минуттан кейін 2 кесе ұстап оралды. Біреуін Катяның алдына қойды. Қомыр жиегі бар қарапайым ақ кесе. Ішіндегі шай қою, тәтті еді. Катя кесені 2 қолмен қысып ұстады. Ломбард іші жылы болса да, қолдары мұздап тұрған. Ломбардты көптен бері ұстайсыз ба? Деп сұрады ол, үнсіздікті бұзу үшін. 15 жыл. Ал оған дейінше? Зергерлік шеберхана болды. Ремесленная көшесінде. Білесіз бе? Жоқ, мен жергілікті емеспін. Біз мұнда күйеуіммен 5 жыл бұрын көшіп келгенбіз. Қай жақтан? Облыстан, кішкентай ауыл, сіз білмейсіз. Ал күйеуіміз қай жақтан еді? Катя сәл кідірді. Нақты білмеймін. Ол өзі айтпайтын. Қалада өстім дейтін, бірақ қай қала екенін нақтыламайтын. Мен де сұрай бермейтінмін. Семен басын изеп шайынан ұрттады. Ол ары қарай сұрақ қоймады. Кек үнсіз отырып, сағатына қарап қояды да, анда-санда есікке барып келетін. Біреудің көлігі келіп тоқтағанын күткендей. 25 минут өтті. Катя мазасыздана бастады. Данилка Люда тәтеде. Жұмысқа 3-ке бару керек. Сақина әлі де майлықтың үстінде жатыр. Өзі болса түсініксіз не нәрсені, кім екенін білмей күтіп отыр. Мен бәлкім кетермін, деді ол орнынан тұрып. Бағалап болған соң хабарласарсыз. Күте тұрмыз. Семен Аркадьевич қолын сәл көтерді. Міне, келді де. Сырттан көлік есігінің тарс жабылған дыбыс естілді. Сосын ауыр, жылдам қадамдар. Ломбардтың есігі тарс ашылып, қоңырау дір етіп сыңғырлады. Босағада 70-тер шамасындағы ер адам тұрды. Бойы ұзын, иығы кең, үстінде қара сұр пальто, жүзі өткір. Аузының айналасында терең әжімдер бар. Ағарған шашы артқа қайырылған.
Ол аздап ауыр тыныстап тұрды. Жүгіргеннен емес, ішіндегі бір нәрседен. Қара, мұқият көздері бірден үстелдегі майлыққа түсті. Сосын Катяға, кейін қайтадан Сақинаға. Павел Игнатьевич бөлмені 3 қадамда кесіп өтті. Семен үндемей барқыт майлықты оған қарай ысырып қойды. Павел Сақинаны алып көзіне жақындатты. Қолдары үлкен, буындары шығыңқы еді. Сол қолдардың ішінде Сақина кіп-кішкентай болып көрінді. Ол Сақинаны аударып, ойылған жазуға қарады. Сол сәтте Катя оның жүзінің қалай өзгергенін көрді. Бірден емес, алдымен иегі діретті. Кейін ерні қатты жиырылды. Сосын көзін жұмып, баяу дем шығарды. Бірнеше секунд бойы солай тұрды. Бойшаң қарт адам, көзі жұмық, кішкентай алтын Сақинаны кеудесіне қысып. Катя оған қарап тұрды да, ештеңе түсінбей қалды. Ол Семенге қарады. Ол қозғалмай отыр, араласпай отыр екен. Кешіріңіз, деді Катя ақырын. Сіз кімсіз? Павел Игнатьевич көзін ашты. Ол Катяға қарады. Көз қарасында бір нәрсе болды. Катяның арқасынан суық жүріп өтті. Қорқыныш емес. Әлі атын қоя алмай тұрған, бірақ өте үлкен бір нәрсенің жақындап келе жатқанын сезгендей. Бұл Сақинаны, деді ол баяу. Мен ұлыма 20 жасында сыйлағанмын. 22 жыл бұрын. Мұнда менің инициалдарым мен оның туған күні қашалған. Сақина маған әкемнен қалған. Кейін мен оны ұлыма бердім. Катя қимылсыз тұрды. Ол ер адамға қарап, оның сөздерін өз білгенмен байланыстыруға тырысты. Күйеуіңіздің аты Андрей еді ме? Деп сұрады Павел Игнатьевич. Иә. Андрей Павлович? Иә. Павел Игнатьевич баяу. Андрей менің ұлым, деді. Бөлме бір сәтке қозғалып кеткендей болды. Катя тіреуіштің шетіне жармасып қалды. Семен Аркадьевич үнсіз орнынан тұрып, оған орындықты жақындатты. Катя одан көз алмай отырып қалды. Бұлай болуы мүмкін емес, деді ол. Андрей, ата-анам қайтыс болған дейтін. Қайтыс болған жоқ, деді Павел Игнатьевич қарсысына отырып. Сақина әлде оның қолында еді. Біз ұрысып қалдық. 8 жыл бұрын. Қатты ұрыстық. Андрей үйден кетіп қалды да қайта оралмады. Мен оны іздедім. Адам жалдадым. Қоңырау шалдым. Хат жаздым. Ештеңе. Ол нөмірін ауыстырды. Көшіп кетті. Жоқ болып кеткендей болды. Анасы 2 жылдан кейін қайтыс болды. Галина, әйелім. Ол Андрейдің қайда екенінде не болғанда білмей кетті. Павел Игнатьевичтің дауысы бір қалыпты шыққанымен, Катя оның Сақинаны қалай қысып отырғаны көрді. Саусақ сүйектері ағарып кеткен. Неге ұрысып қалдыңыздар деп сұрады ол. Бірақ жауабын естігісі келетініне өзі де сенімдемес еді. Ақымақтықтан, тәкаппарлықтан. Мен оның менің бизнесіме келгенін қаладым. Ол өз жолымен өмір сүргісі келді. Бір сөзден екінші сөз шықты. Мен айтпауым керек нәрсені айттым. Ол да жауап берді. Есікті тарс жауып кетіп қалды. Сосын, бітті ме? Павел Игнатьевич үнсіз қалды. Сосын алғаш рет даусы дірілдеп шықты. Сіз, ол қаза болды дедіңіз. Қалай? Апат, трассада. 3 жыл бұрын, қаңтарда. Көктайғақ. Павел Игнатьевич қысқа ғана бас изеді. Сосын витринаға бұрылды. Бөтен Сақиналарға, шынжырларға, әйнектің ар жағындағы біреулердің бөтен тағдырларына. Өғы қозғалған жоқ. Жүзі де өзгермеді. Бірақ Катя оның қолының сыртымен көзін тез сүртіп өткенін байқап қалды. Көрінбейтін шанды қағып жібергендей. Семен Аркадьевич қабырға жанында үнсіз тұрды. Ол 30 жыл бойы адамдар тығырықтан әкелген заттармен жұмыс істеп, кей сәтте сөздің қажет емес екенін үйренген еді. Катя орындықта отырып, бәрін біріктіруге тырысты. Андрей осы адамның ұлы. Андрей ата-анам өлген дейтін адам. Өткені туралы ешқашан айтпайтын адам. Үйінен кетіп бара жатып, өзімен бірге алып шыққан жалғыз зат болғандықтан, Сақинаны көзінің қарашығындай сақтаған адам. Андрейдің ұлы бар, деді кенет Катя. Павел Игнатьевич оған бұрылды. Баяу. Катя естіп қалғандай қорқып тұрған адамша. Ұлы? Данилка, 4 жаста. Жағында 5-ке толады. Павел Игнатьевич оған қарап тұрды. Сол сәтте Катя алғаш рет мықты, салмақты,
Өмірден көп нәрсе көрген адамның жүзі қалай абдырап кететінін көрді. Әлсіз адамның абдырауы емес. Біреу оған соншалық үлкен нәрсе айтқандай, оны қай жерге сыйғызарын білмей қалған адамдай. «Немерем», деді ол ақырын. «Менің немерем бар». Бұл сұрақ емес еді. Өзі естіп, өзі сену үшін дауыстап айтылған шындық еді. Семен Аркадьевич ақырын ғана жөткірініп стелге жақындады. «Павел Игнатьевич, су керек пе?» «Жоқ, рахмет, Семен». Павел Катяға бұрылып, Сақинаны оның алдына қойды. «Оны тапсырмаңыз, өтінемін». Катя Сақинаға, кейін оған қарады. «Маған ақша керек. Ұлым ауырып жүр. Мен мұнда жақсы өмірден келіп тұрған жоқпын». Павел Игнатьевич басын изеді. Пальтосының ішкі қалтасынан әмияны шығарды. Қара бұлғары, бүктелген жерлері тозған, бірнеше купюраны санамастан үстелге қойды. «Міне, ақшаны далыңыз, Сақинаны да. Сақина сіздің отбасымызға тиесілі», сәл кідіріп. «Біздің отбасымызға», деді. Катя ақшаға қарады, сосын Сақинаға, кейін Павел Игнатьевичке. «Мен мұны ала алмаймын. Мен сізді танымаймын». «Енді танисыз». «Жоқ, сіз бөтен адамсыз. Келдіңіз, Сақинаны таныдыңыз, бір оқиға айтып бердіңіз. Бірақ мен сізді білмеймін. Андрей де сіз туралы маған ештеңе». «Андрей сенің білгеніңді қаламады», деп бөліп жіберді Павел Игнатьевич. Даусында алғаш рет ащы өкініш сезілді. «Ол менен кетіп бара жатты, сенен емес. Бірақ менен кету үшін оған бәрін өшіруге тура келді. Саған дейінгі бүкіл өмірін, бүкіл адамдарды, бәрін». Ол терең дем алды. «Мен оны түсінемін, ол кезде мен...» Сөзін аяқтамады. Ернін қысып қалды. «Қандай болғаным маңызды емес». Катя үндемеді. Сақина екеуінің арасында шам жарығында көмескі жылтырап жатты. «Мен немеремді көргім келеді», деді Павел Игнатьевич. «Өтінемін». Бұл өтінемін оған ауыр тигені көрініп тұрды. Мұндай адамдар өтінуге үйренбеген. Бірақ ол өтінді. Сол бір өтінемін, оның осыған дейін айтқан сөздерінің бәрінен де көп нәрсені шешіп қойды. Катя Сақинаны үстелден алып алды. Катя Сақинаны саусақтарының арасында айналдырып көрді. Үйреншікті салмағы, металдың таныс салқындығы. Ақшаға қол тигізбеді. «Сақинаны аламын», деді ол. «Ал ақшаны жоқ. Егер Данилканы көргіңіз келсе, менімен бірге бара аласыз. Бірақ мен ештеңе уәде етпеймін». Павел Игнатьевич басын изеді. Семен Аркадьевич оларды есікке дейін шығарып салды. Босағада Катя артына бұрылып зергерге қарады. Ол әйнек қалқасының ар жағында тұр екен. Кішкентай, арықша, торкөз жейдеде. Көзілдіргінің үстінен қарап тұр. Ештеңе айтпады. Кек білінер-біліндес басын изеді. Дұрыс нәрсе жасағанын білетін адамдай. Павел Игнатьевичтің көлігі жол жиегінде тұрды. Қара түсті седан. Жана емес, бірақ күтімі жақсы. Ол Катяға есікті ашып берді. Катя отырды. Салоннан былғарының иісі және артқы көрініс айнасында ілулі тұрған кішкентай шырша тәрізді иістендіргіштің қылқан жапырақты иісі шығып тұрды. Павел рөлге отырды. Бірақ бірден оталдырмады. Қолдарын рөлге қойып, алға қарап біраз отырды. «Қайда барамыз?» деп сұрады ол. Катя мекен-жайын айтты. Павел басын изеп кілтті бұрады. Мотор жай ғана гүлдеп іске қосылды. Олар ауладан көшеге шығып, бүкіл жол бойы үндемеді. Катя бүйір терезеден өтіп жатқан үйлерге, дүкендерге, аялдамаларға қарап отырды. Павел Игнатьевич көлікті бір қалыпты айтады, асықпады. Бірақ Катя оның саусақтары рөлді қажеттен сәл қаттырақ қысып тұрғанын байқап отырды. Оған ондаған сұрақ қойғысы келді. Андрей бала кезінде қандай болған? Шын мәнінде не үшін ұрысып қалды? 8 жыл бойы неге тауып алмады? Бірақ үндемеді. Қазір емес. Алдымен Данилканы көрсін, сосын әңгіме болар. 15 минуттан кейін көлік Катя тұратын үйдің алдына тоқтады. Сырты сытырлық кеткен қасбет. Кіреберіс үстіндегі тот басқан қалқа, арғалығы сынған орындық. Павел Игнатьевич үйге қарап тұрды да ештеңе демеді. Екеуі көліктен түсті. Катя кілтін шығарып есікті ашты. Кіреберістегі баспалдақтан дымқылдық пен ескі бояудың иісі шығатын. Бірінші қабаттағы шам күңгірт жанып, анда-санда жыбылықтап, қабырғаға сарғыш тақтар түсіріп тұрды.
Катя көрші есіктің қоңырауын басты. Павел Игнатьевич сәл артта тұрды. Тік, қолдары денесінің бойында. Катя оған қарап, оның алдында алып бір нәрсе тұрғандай. Бірақ соған дайын ба жоқ па, өзде білмейтін адамға ұқсап кеткенін ойлады. Есікті Люда тәте ашты. Алдымен Катяны көрді. Сосын оның артындағы бейтаныс ер адамға көз тоқтатып, сәл шегінді. Кать, бұл кісі кім? Бұл таныс адам. Данилканы алып кетуім керек. Ендеше кіріңдер. Босағада неге тұрсыңдар? Олар Люда тәтенің пәтеріне кірді. Тар болса да іші жайлы еді. Ас үйде кастрюль бүлкілдеп қайнап тұрды. Қайнатылған алма мен даршының иісі шығып тұр. Терезе алдында гүл құмыралары. Қабырғада мысықтардың суреті бар, былтырғы күнтізбе ілулі тұр екен. Люда тәте оны мысықтары әдемі болғандықтан әлі алмапты. Бөлмеден Данилканың дауысы естіліп тұрды. Бірдеңе айтып отыр. Жай үзіліспен, өзімен өзі сөйлескендей. Данилка, маман келді деп дауыстады Люда тәте. Бала бөлмеден шықты. Арықша, үстінде кемесі салынған көк футболка, линолеум үстінде жаламаяқ. Ақшыл шаштары жан жаққа тікірейіп кетіпті. Шамасы диванда жатқан. Мамасын көріп әдеттегідей қасына келіп аяғынан құшақтай алды. Сосын көзін көтеріп Павел Игнатьевичті көрді. Данилка қатып қалды. Қорыққан жоқ. Балалар жаңа, түсініксіз нәрсе көргенде қалай тосылып қалса дәл солай. Ол есік алдында тұрған бейтаныс, бойшаң, қара пальтолы ер адамға қарап тұрды. Ал әлгі адам оған мүмкін емес бір нәрсені көргендей қарап тұр еді. Павел Игнатьевич қимылдамады. Ол балаға қарап тұрды. Ал Катя оның жүзінің қалай өзгеріп жатқанын көріп тұрды. Көздері Андрейдің көзі, байсалды, сәл сақ, ашық түсті. Бет пішіні, иегі, тіпті баланың тұрысы да. Сәл еңкейіп, басын бір жағына қисайтып тұрғаны. Бәрде Павел 8 жыл бұрын жоғалтқан өмірден қалғанда еді. Мама, бұл кім деп сұрады Данилка, Катяның аяғын жібермей. Бұл Катя кідіріп қалды. Алдымен Павел Игнатьевичке, кейін ұлына қарады. Бұл сенің атан Данилка. Ол бұл сөзді ойлап үлгермей тұрып айтып қойды. Сөз өзінен өзі шықты, өйткені бұл шындық еді. Данилка Павел Игнатьевичке балаға тән сабырлы қызығушылықпен қарады. Күдіксіз, қорқынышсыз. Менде ата болмаған деді ол. Енді бар деп ақырын жауап берді Катя. Павел Игнатьевич баяу тізерлей отырды. Тізесі қарияларша сықыр ете қалды да, ол баламен бір деңгейде болды. Данилка оның жүзін, әжімдерін, самайындағы ақ шаштарын, буындары шығын көлкен қолдарын қызға қарап тұрды. Сәлем, Данила, деді Павел Игнатьевич. Даусы бір қалыпты шықты, бірақ Катя оның сол қалыптылықты сақтау үшін қанша күш салып тұрғанын естіп тұрды. Сәлеметсіз бе, деді Данилка, сыпайы түрде. Сіз шынымен менің атамсыз ба? Иә, шынымен. Онда неге бұрын келмедіңіз? Сұрақ қарапайым еді, баланың сұрағы. Айыптау жоқ. Бірақ Павел Игнатьевич бірнеше секунд үнсіз қалды. Айтатын сөз таба алмай тұрғандай. Өйткені мен сендердің қайда тұратынымды білмедім, деді ол ақыры. Мен сендерді ұзақ іздедім, енді таптым. Данилка ойланып қалды да басын седі. Сосын кенет. Сіз алма жақсы көресіз бе? Біз Люда тәтемен компот қайнаттық деп сұрады. Ас үй есігінің жанында аузы сәл ашылып, бәрін бақылап тұрған Люда тәте селгете қалды. Әрине, отырыңдар, қазір құйып беремін. Компот дәл дайын болды. Катя, екеуің не бөтен адамдардай қатып тұрсыңдар? Ас үйге өтіңдер. Олар Люда тәтенің үстеліне отырды. Үсті майда гүлді кленкамен жабылған дөңгелек үстел. Люда тәте кеселерге компот құйып берді. Ыстық, сәл лайлау. Түбінде алма бөліктері жүзіп жүр. Данилка Павел Игнатьевичтің жанына отырып, жерге жетпейтін аяқтарын бұлғап отырды. Ұялуын қойып кеткен еді. Балалар мұндайға үлкендерден тез үйренеді. Ол мұржасы бар үйдің суретін салғанын, Люда тәтеде Барсик деген мысық барын, бірақ оның кереует астына тығылып, алып шықпай отырғанын айтып берді. Павел Игнатьевич тымдап басын сеп отырды. Ал Катя оның сөздердің өзін емес, дауысты, 5 жыл бойы білмеген немересінің даусын тыңдап отырғанын көріп отырды.
Бір кезде Данилка жөтеліп жіберді. Алдымен жай ғана, сосын кереңірек, қиналып. Катя үйреншікті қимылмен оған су беріп арқасынан сипады. Бала су ішіп жөтелін басты да, аузын қолының сыртымен сүртті. Көптен бері осылай жөтеледі ме деп сұрады Павел Игнатьевич. Дауысы өзгеріп кеткен еді. Қатқылдау, жинақы. Үшінші апта. Бронхит. Учаскелік дәрігер тексерілуге жолдама берген, бірақ Катя сөзін аяқтамады. Люда тәтенің алдында ақша жайлы, қамқоршылық жайлы, жолдаманың 10 күннен бері сөмкесінде жатқанын айтқысы келмеді. Түсінікті, деді Павел Игнатьевич. Ол арғарай сұрамады. Компотын ішіп бітіріп, Люда тәтеге алғысын айтты да орнынан тұрды. Катерина, үйіңізге кірсем бола ма? Қалай тұрып жатқандарыңызды көрейін. Катя басын изеді. Олар баспалдақ алаңнан өтіп, өз пәтерлеріне кірді. Данилка бірінші болып жүгіріп кіріп, бөлмесіне барып аяқталмаған үйдің суреті жатқан үстеліне отырды. Павел Игнатьевич ішке кіріп, дәлізде тоқтап қалды. Ол Тамара Сергеевна сияқты пәтерді тексерген жоқ. Плинтусты саусағымен сипамады, жуынатын бөлмеге қарамады, тек қарап тұрды. Төменгі жағы ажыраған түс қағазда тар дәлізге, тамшылап тұрған краны мен ескі плитасы бар ас үйге. Данилканың бөлмесіне кішкентай кереует, үстел, ойыншық қораба, қабырғаға скотчпен жапсырылған суреттер. Катяның бөлмесіне диван, айнасы бар шкаф, терезе алдындағы дәрілер, жөтелге қарсы сироп, парацетамол қорабы, арзан, дәрханадан алынған, көмегі шамалы ингалятор. Павел Игнатьевич ас үйге кірді. Томаздықшты сұрамая қашты. Өз үйін тексерген едей қимылмен. 1 пакет сүт, 3 жұмыртқа, жарты банка тушенка, балаларға арналған сүзбе, есігін жапты. Катерина, деді ол бұрылып, кексерілу қанша тұрады? Қажет емес, Катя басын шайқады. Мен өзім істей аласыз ба деп сұрап тұрған жоқпын, деді ол. Қанша тұратынын сұрап тұрмын. Нақты білмеймін. Шамамен 15-20 мың шығар. Анализдер, рентген, пульмонолог кеңесі. Егер стационарда ингаляция тағайындаса көбірек. Павел Игнатьевич қалтасынан телефон шығарды. Нөмір тауып, қоңырау шалды. Катя ас үйдің есігінде кеудесіне қолын айқастырып тұрып, оның сөйлегенін тыңдап тұрды. Қысқа, нақты, өтініші орындалатынына үйренген адамның даусымен. Георгий Семенович, қайырлы күн, бұл Кравцов. Маған балаға консультация керек. Ол бала, 5 жаста, созылмалы бронхит, асқынуы бар. Иә, шұғыл. Ертең таңертең бола ма? Жақсы. Жазып қойыңыз. Данил Андреевич Кравцов. Өзім алып келем. Рахмет. Телефонын салып қойып, Катяға қарады. Ертең 9-да, Садоваядағы клиника. Сіздерді 8:30-да алып кетемін. Мен сізден мұны сұраған жоқпын. Білемін, деді ол сабырлы түрде бөліп. Сұраған жоқсыз. Өзім істеп отырмын. Катя қарсы айтқысы келді. Сөздер дайын тұрды. Оған қайырымдылық керек емес екенін. Бұл адамды танымайтынын. Андрей бекерден бекер оны жасырып жүрмегенін. Бірақ сол сәтте бөлмеден Данилканың ұзақ, қырылдаған жөтелі естілді. Бала үстелге еңкейіп, қолындағы қарындашын жерге түсіріп алды. Катя бірден жүгіріп барып оны құшақтап көтерді. Данилка ысқырып ауыр тыныстап тұрды. Катя жұқа футболканың астынан қабырғаларының қалай қозғалып жатқанын сезіп тұрды. Ол есік жақтан Павел Игнатьевичке қарады. Ол ас үйде үнсіз тұрды да, 1 сағатта танымайтын немересіне қарап тұр екен. Көзінде Катя сөзбен жеткізе алмайтын бір нәрсе болды. Жанашырлық емес. Жанашырлықты Катя қабылдамас еді. Басқа нәрсе. Өмірін не үшін жалғастыру керегін енді ғана түсінген адамдағы сезім сияқты. Жақсы, деді Катя ақырын. Ертең 8:30-да. Павел Игнатьевич басын изеді. Сосын Данилкаға жақындады. Бала тынысы қалпына келіп, қайтадан қарындашын алып отырған еді. Павел оның жанына тізерлей отырып, суретке қарады. Бұл сенің үйің бе деп сұрады. Жоқ, жай үй. Мен әртүрлі үйлер саламын. Неге ағаш жоқ? Данилка басын бисайтып суретіне қарады. Ағаш салу қиын, бұтақтары қисық болып бітеді. Көрейін бе? Данилка оған жасыл қарындаш тосынды. Павел Игнатьевич алды. Қарындаш оның үлкен саусақтарының арасында кішкентай болып көрінді. Ол үйдің жанына ұқыптап ағаш салып берді. Бұтақтары қисықтау,
тегіс емес, бірақ жапырағы қалың. Данилка қарап шықты, бағалап тұрды. Жаман емес, деді ол байыппен. Бірақ төбесі тым домалақ. Нағыз ағаштар ондай емес. Бұл алма ағаш, деді Павел Игнатьевич. Алма ағаштарының төбесі домалақ болады. Алма ағашында алма болады. Дұрыс. Алғанын өзін саларсың. Данилка басын изеп, бұтақтарға кішкентай қызыл дөңгелектер сала бастады. Павел Игнатьевич орнынан тұрды. Катя оның тағыда көзін қолымен білдіртпей сүртіп өткенін байқап қалды. Ломбардтағыдай сол тез қимылмен. Сосын пальтосының ішкі қалтасынан сақинаны шығарды. Соңғы рет саусағында айналдырып көріп, Катяға ұсынды. Алыңыз, бұл сіздікі. Ешқашан сатпаңыз. Ол есікке қарай беттеді. Маған кету керек. Ертең 8:30-да келемін. Жақындағанда хабарласамын. Сізде менің нөмірім жоқ қой. Айтыңыз. Катя нөмірін айтты. Павел жазып алып, басын изеді де есікке қарай жүрді. Босағада тоқтап артына бұрылды. Катерина. Ол әкесіне қатты ұқсайды. Өте қатты. Есік жабылды. Катя оның баспалдақпен түсіп бара жатқан ауыр, бір қалыпты қадамдарын естіп тұрды. Сосын кіреберіс есігі тарс жабылды. Сырттан мотор дыбысы шықты да, кейін тыныштық орнады. Катя дәлізде тұрып, сақинаны жұдырығында қысып тұрды. Бөлмеден Данилка дауыстады. Мама, ата тағы келе ме? Келеді, деді Катя. Ертең. Ол жақсы ма? Катя сәл үнсіз қалды. Иә, солай сияқты. Ол ас үйге кіріп орындыққа отырды. Сақинаны алдына қойды. Қарап отырды. Таныс көмескі жылтыр, қара тас. Бұрын ешқашан дұрыстап оқып көрмеген гравировка. Сақинаны аударып жарыққа жақындатты. П және К. Инициалдар. Және дата. Катя есептеп көрді. Дата Андрейдің туған күнімен дәл келіп тұр екен. Ол Андрейдің әкесі туралы ешқашан бір ауыз сөз айтпағанын ойлады. Атанам қайтыс болған. Бар айтатыны сол еді. Катя да ары қарай сұрамайтын. Өйткені сол үнсіздіктің артында қол тигізуге болмайтын бір ауыр нәрсе жатқанын сезетін. Андрей үндемеуді ерекше білетін. Дөрекі емес, суық емес, жай ғана тыныш. Тақырыпты ешкім кірмеу керек, бөлменің есігін жапқандай жабатын. Ал енді сол есік ашылды. Ар жағынан тірі адам шықты. Көз қарасы ауыр, қолдары дірілдейтін қарт адам. 8 жыл бойы ұлын іздеп, орнына келіні мен немересін таққан адам. Бөлмеде Данилка тағы жетеліп қалды. Катя орнынан тұрып су құйып апарды. Бала су ішіп, оған қарап. Мама, атаның мысығы бар ма деп сұрады. Білмеймін, Данилка, ертең өзінен сұрарсың. Егер болса, сипауға бола ма? Болады. Данилка көңілі жайланып, қайтадан суретіне оралды. Қағазда енді мұржасы бар үй, қызыл алмалары бар алма ағашы, және қатар тұрған 3 адам бейнеленген еді. Үлкені, орташасы және кішкентайы. 3-ші адамды анасы ас үйде жүргенде өзі салып қойған. Катя кейін суретке қарады, бірақ ештеңе айтпады. Кешке Данилка ұйықтап қалған соң, Катя ас үйде отырып шай ішіп отырды. Үстелді жинап жатып, майлықты көтерсе, астында ақша жатыр. Бірнеше бүктелген купюра. Павел Игнатьевич, Катя Данилканы тіс тазалауға алып кеткенде қалдырып кеткен сияқты. Катя санап шықты. 50 000. Ақшаны қайта бүктеп, үстін майлықпен жауып қойды да, қабырғаға қарап ұзақ отырды. Сосын телефонды алып, Павел Игнатьевич қоштасарда қалдырған нөмірге қоңырау шалды. 1 гудок. 2. Тыңдап тұрмын. Сол баяғы дауыс. Төмен, сәл қарлығыңқа. Павел Игнатьевич, бұл Катерина. Сіз үстелде ақша қалдырып кетіпсіз. Білемін. Мен оны ала алмаймын. Алмай қоя аласыз ба? Мен сізді танымаймын. Біреуге қарыз болғың келмейді. Үнсіздік. Сосын ақырын, бірақ нық шыққан дауыс. Катерина, бұл қайырымдылық емес. Бұл менің немерем, жалғыз немерем. Ұлымның ұлы. Ол бір сәт тоқтап қалды. Мен Андрейге қамқор бола алмадым. Оны жоғалтып алдым. Ем болмаса, дауысы үзіліп кетті. Ем болмаса, жандарында болуға рұқсат етіміз. Ақша басты нәрсе емес, бірақ қазір керек екенін сіз де білесіз. Катя үндемеді. Кран кастрөлге тамшылап тұрды. Минутына 17 тамшы. Жақсы, деді ол ақыры. Ертең 8:30-да.
Рахмет, Катерина. Ол тұтқаны қойып, ас үйдің жарығын өшірді де, Данилканың бөлмесіне өтті. Бала жыртық құлақты плюш қоянын құшақтап, дүктетіліп ұйықтап жатыр екен. Тынысы әдеттегіден бір қалыпты. Шамасы, күні бойы жүгіріп шаршаған. Катя көрпесін түзеп, маңдайына түскен дымғыл шашын алып қойды да, жанында тұрып тынысын тыңдап біраз тұрды. Ас үй үстелінде майлықтың астында ақша жатты. Комоттағы қорапшада үйіне қайта оралған Сақина. Ал қаланың бір жерінде евде тартқан ер адам үлкен бос пәтерде жалғыз отырып, 8 жыл ішінде алғаш рет таңертең баратын жері бар екенін біліп отырған еді. Садоваядағы клиника кен терезелері мен әйнек есіктері бар 3 қабатты ғимарат болып шықты. Ішінен тазалықтың иісі шығатын, бірақ ауруханалардағыдай асқазанды түйіп жіберетін ресми иіс емес. Жұмсақтау, бір иіс. Лаванда аралас антисептик пе, әлде жай ғана балғындық па? Катя Данилкамен бірге кең холға кірді. Жұмсақ креслолар, қабырға жанында аквариум. Данилка бірден аквариумға жүгіріп барып, мұрнын әйнекке тағап алды. Мама, қарашы, алтын балық, неткен үлкен. Павел Игнатьевич оларды дәл 8 жарында алып кеткен еді. Бүкіл жол бойы үндемеді. Тек бір рет Данилкадан таңғы ас іштің бе деп сұрады. Данилка ботқа жегенін айтты. Павел басын изеді. Клиникада оны таниды екен. Тіркеудегі әкімші аты жөнмен амандасты. Медбике оларды кезексіз алып кірді. Катя өзін ыңғайсыз сезінді. Ол қабырғасы ескірген, 1,5 сағат кезек күтетін емханаға үйренген еді. Мұнда бәрі басқаша болатын. Сол басқаша бір жағынан жеңілдетсе, бір жағынан қысып жіберетін. Пульмонолог Георгий Семенович бойы аласа, ұқыпты сақалы бар, дауысы сабырлы ер адам. Данилканы ұзақ қарады, тыңдады. Терең тыныс алуды сұрады, арқасынан тықылдатты. Тамаққа шаммен қарады. Данилка тек іш киіммен күшеткада отырды. Арық, қабырғалар шығып тұр. Айтқандарының бәрін шыдап орындады. Тек бір рет қана Катяға үнсіз сұрақпен қарады. Катя басын изеп, бәрі жақсы, шыда дегендей ишара жасады. Бронхит обструктивті түрге өтіп кеткен деді Георгий Семенович. Данилка киініп, дәлізге аквариум қарауға шыққаннан кейін. Асқынып кеткен, бірақ әлі кеш емес. Небулайзер мен ингаляция курсы, антибиотик терапиясы керек. Және тыныс алу гимнастикасын ұсынар едім. Жақсы балалар маманы бар, байлансын беремін. 2 аптадан кейін бақылау суреті. Егер жағдай жақсарса, жазға қарай тап-таза болып кетеді. Бұл қанша тұрады? Деп сұрады Катя. Георгий Семенович алдымен Павел Игнатьевичке, кейін Катяға қарады. Бұған алаңдамаңыз деді Павел Игнатьевич есік жанындағы креслодан. Мен білгін келеді деді Катя ақырын, бірақ нақ. Дәрігер соманы айтты. Катя іште есептеп шықты. Бұл оның 2 айлық жалақысы еді. Ол жай ғана басын изеді, ештеңе айтпады. Павел Игнатьевич те ештеңе демеді. Тек шыға берісте картасын шығарып, әкімшіге ұсынды. Көлікте Данилка артқы орындықта күрткаға оранып ұйықтап қалды. Катя алдыңғы жақта отырып, жолға қарап отырды. Рахмет деді ол, басын бұрмастан. Рахмет айтатын ештеңе жоқ. Бар, бірақ түсініңіз, мен қайтарам, қолымнан келгенде. Павел Игнатьевич біраз үнсіз отырды. Катерина, мен санап отырған жоқпын. Сізге де санаудың қажеті жоқ. Бұл қарыз емес, бұл отбасы. Катя үндемеді. Отбасы деген сөзді өзіне бір күнде толмаған адамнан есту бір түрледі. Бірақ оның даусында жалғандық жоқ болатын. Ал Катя 3 жыл ішінде жалғандықты алғашқы нотасынан тануды үйреніп кеткен. 1 аптадан кейін Павел Игнатьевич тағы келді. Өзімен бірге небулайзер әкелді. Жақсы, қымбат. Катяның терез алдында тұрған арзан дәріханалық ингаляторына мүлде ұқсамайтын. Және азық-түлік, 2 үлкен пакет, сүт, май, тауық еті, көкөністер, жармалар, балалар шырны, печенье, алмалар. Катя есікті ашып пакеттерді көргенде ернін қысып қалды. Павел Игнатьевич, бұл талқыланбайды деді ол, сабырлы түрде де, ас үйге өтіп кетті. Өнімдерді өзі реттеп қойды, оқыптап, сөрелерге бөліп, тәртіпке үйренген адамдай. Катя есік алдында тұрып, бөтен ер адамның оның томастықшына тауық етін салып жатқанын қарап тұрды. Бұл бір мезетте әрі күлкілі, әрі жүрекке тиетін көрініс еді. Қай сезімнің басым екенін өзі түсінбеді.
Данилка бөлмеден жүгіріп шығып, атасын көріп күлімсіреп кетті. Ата, сен сурет саласың ба? Саламын. Маған танк салып бересің бе? Көрейік. Екеуі Данилканың үстеліне отырды. Павел Игнатьевич аласа орындықта, тізесі иегіне жетердей болып, танк салып отырды. Танк қисық шықты. Мұнарасы 4 бұш. Зенбірегі қисықтау. Бірақ Данилкаға ұнады. Ол суретті үй мен алма ағашының жанына қабырғаға іліп қойды. Алғашқы 2 апта осылай өтті. Павел Игнатьевич күнара келіп тұрды. Георгий Семенович жазып берген дәрілерді әкеледі. Кейде азық-түлік, кейде жай ғана келеді. Катя жұмыста болғанда Данилкамен отырып қалады. Оған кітап оқып береді. Бір күні үйінен балалар кітаптарының бір буымасын әкеліп, бұлар Андрейдің бала кездегі кітаптары деді. Данилка тыңдайтын. Жөтелді сирей бастады. Бір кеште Катя жұмыстан келгенде, Данилка бір айдан кейін алғаш рет түні бойы ұстамас ұйықтап шықты. Таңертең Катя оның кереуетінің жанында тұрып, таза, бір қалыпты тынысын тыңдады. Қарыл жоқ, ысқырық жоқ. Жылап жібермеу үшін алақанын ерніне басты. Бақылау суреті жақсы нәтиже көрсетті. Георгий Семенович риза болды. Тағы витаминдер курсын жазып беріп, бір айдан кейін келуді айтты. Кабинеттен шығып келе жатқан Данилка анасына: «Дәрігер жақсы екен» деді. Өйткені оның үстелінде шақтың моделі тұр. Жаман дәрігерлер үстеліне шақ қоймайды. Олар ломбардта алғаш кездескеннен кейін 3 апта өткенде есіктағы қоңырау қақты. Катя ашты. Босағада Тамара Сергеевна тұр екен. Сол баяғы қара пиджак, сол папка, сол қалам. Тек жүзі сәл басқаша еді. Сақ, бір түрлі. Әдеттегіден басқа нәрсе көрем деп күтіп тұрғандай. Қайта тексеріс. Екатерина Дмитриевна. Кіруге бола ма? Кіріңіз. Тамара Сергеевна ішке кіріп өзгерістерді бірден байқады. Дәлізде жаңа киім ілгіш, еденде таза кілемше, жуынатын бөлмеде ыстық су бар. Ас үйдегі кран енді тамшыламайтын. Павел Игнатьевич танысқаннан кейін екінші күн ақ сантехник шақырған. Тоңазытқыш толып тұр. Тамара Сергеевна есігін ашып, сөрелерге бір сәт үнсіз қарап қалды. Сүт, кефир, тауық еті, көкөністер, жемістер, балалар сүзбесі, май, ірімшік. Ол дәптеріне бірдене жазып алып, есігін жапты да Данилканың бөлмесіне өтті. Данилка үстелде конструктор құрастырып отыр екен. Павел Игнатьевич өткен аптада сыйлаған. Бала жақсырақ көрінетін, бетіне қан жүгірген, көздері жарқырап тұр. Тамара Сергеевна кіргенде ол бұрынғыдай сақтанып қараған жоқ. Жай ғана бөтен тәтелерге тән, балаға тән бейтарап көзқараспен қарады. Баланың денсаулығы қалай деп сұрады Тамара Сергеевна. Клиникада ем алып жатырмыз. Міне тексеру нәтижелері, дәрігердің тағайындаулары. Катя оған құжаттар салынған папканы ұсынды. Георгий Семенович бәрін дұрыс рәсімдеп берген екен. Клиника бланкісі, мөрлер, қолтанбалар. Тамара Сергеевна қағаздарды парақтап отырды. Оның жүзі біртіндеп алғашқы ресми қаталдығын жоғалта бастады. Бірақ толықтай берілуге де дайын емес еді. Жеке клиникаға қаражат қайдан шықты? Сұрауға рұқсат па? Өткен жолы жағдай мүлде басқа еді. Рұқсат болса мен жауап берейін, деген дауыс арт жақтан естілді. Тамара Сергеевна бұрылды. Данилканың бөлмесінің есігінде Павел Игнатьевич тұрды. Ол жарты сағат бұрын келіп, немересімен конструктор құрастырып отырған кезде есік қоңырау соғылған еді. Тамара Сергеевна оған төменнен жоғары қарады. Павел одан бір бас биік болатын. Әйел еріксіз бір адам артқа шегінді. Сіз кім боласыз? Павел Игнатьевич Кравцов. Баланың атасы. Оның марқұм әкесінің әкесі. Ол оған құжаттарды ұсынды. Катя олардың қашан дайындалып үлгергенін де білмеді. Нотариус растаған Андрейдің туы туралы куәлігі. Андрей мен Екатеринаның неке куәлігі. Даниланың туы туралы куәлігі. Андрейдің өлім туралы куәлігі. Және бөлек парақта туыстық байланысты растайтын заңгер қорытындысы. Тамара Сергеевна құжаттарды алып үнсіз оқып шықты. Беттен бетке ауыстырып отырды. Павел Игнатьевич тыныш қана күтіп тұрды. Өз позициясының мықты екенін білетін, келіссөзге үйренген адамдардағыдай кейіппен. Жақсы, деді Тамара Сергеевна, құжаттарды қайтарып. Туыстық байланысы расталды, бірақ бұл мәселені толық Тамара Сергеевна деп бөліп жіберді Павел Игнатьевич. Даусы қатты емес еді, бірақ ол бірден үндемей қалды. Бала тексерілген, ем қабылдап жатыр.
Білікті маман бақылауында, пәтер қалыпты жағдайда, азық-түлік жеткілікті. Анасы жұмыс істейді, атасы мен. Тәрбиесіне де, қамтамасыз етуіне де қатысып отырмын. Егер сіздердің мекемеде әлі сұрақтар қалса, адвокатым толық құжат пакетін дайындап қойған. Ол қалтасынан визитка шығарып инспекторға ұсынды. Тамара Сергеевна визитканы алып қарап шықты да, папкасына салып қойды. Жүзі өзгеріп кеткен еді. Бір нәрсе іздеп келіп, мүлде басқа нәрсе тапқан адамның жүзі сияқты. Жақсы, деді ол тағы да. Бірақ бұл жолы даусы басқа еді. Тұрмыш жағдайының жақсарғанын тіркейміз. Келесі тексеріс жоспар бойынша жарты жылдан кейін. Қуана қарсы аламыз, деді Павел Игнатьевич. Тамара Сергеевна оның сөзінде мысқыл бар ма жоқ па түсінбей қалды. Ол кетіп қалды. Есік жабылды. Катя дәлізде тұрып Павел Игнатьевичке қарап қалды. Адвокат па? Қашан үлгердіңіз? 3-ші күні. Мен мәселелерді шешуге үйренгенмін. Катя кенет күліп жіберді. Қысқа ғана, ақырын, ұзақ уақыттан кейін алғаш рет. Павел Игнатьевич оған тамырқай қарады. Не болды? Ештеңе. Жай, Андрей де дәл солай айтатын. Мен мәселелерді шешуге үйренгенмін деп. Тек оның жағдайында бұл сөредегі шегені өзі қақ қоям дегенді білдіретін. Шебер шақыру емес. Павел Игнатьевич үнсіз қалды. Сосын еріннің шеті сәл қозғалды. Күлкі емес, бірақ соған жақын нәрсе. Қырсық еді. Толығымен анасына тартқан. Ол өзін әкесіне тартқан дейтін, деді Катя. Екеуі бір-біріне қарады. Сол сәтте араларында түсіністікке ұқсас бір нәрсе пайда болды. Жақындық емес, жылылық та емес. Оған әлі ерте еді. Бірақ қабырғадағы жарықшақ сәл кеңейіп, ар жағынан тірі бір нәрсе көріне бастағандай болды. Бір айдан кейін Павел Игнатьевич көшу туралы айта бастады. Бірден емес, алыстан бастады. Кешкі ас үстінде. Олар алғаш рет үшеуі бірге Катяның ас үйінде тамақ ішіп отырған. Катя борщ пісірген. Павел Игнатьевич бұрыштағы наубайханадан әкелген қара нанды қойды. Қабығы қытырлақ, әні жылы. Данимка аяқтарын бұлғап отырып тамақ ішіп, балабақшаға қайта бара бастағанын айтып отырды. Жөтелі тоқтағаннан кейін барған, және Костя деген баланың иті бар екенін, ал өзінде жоқ екенін, бұл әділетсіз екенін айтып шағымданды. Менің пәтерім үлкен, деді Павел Игнатьевич тәрелкесіне қарап. 3 бөлме. Жалғыз тұрамын. Орын көп. Катя қасығын қойды. Павел Игнатьевич, біз мұны талқылағанбыз. Жоқ. Мен айттым, сен жоқ дедім. Бұл талқылау емес. Мен масыл болғым келмейді. Ал мен әр кеш сайын жалғыз тамақ жегім келмейді, деді ол, көзін көтеріп. 30 жыл отбасымен бірге кешкі ас ішіп келдім. Сосын 8 жыл жалғыз. Тәрелке, шанышқа, теледидар. Жетеді. Катя үндемеді. Данилка борышын бітіріп сұрады. Ата, сенің үйіңде аквариум бар ма? Жоқ. Бірақ сатып алуға болады ғой. Алтын балықпен бе? Алтын балықпен. Данилка анасына қарады. Көзінде балаларға тән қарапайым есеп тұрды. Алтын балығы бар аквариум үлкендердің барлық күмәнінен маңыздырақ. Сол кеште Катя келіскен жоқ. Келесі аптада да келіспеді. Павел Игнатьевич қысым жасамады. Келеді, азық-түлік әкеледі. Данилкамен отырып кетеді. Кейде кешке дейін қалады. Бір күні Данилка оны жібергісі келмей, тағы бір ертегі оқып беруді сұрады. Павел төсектің шетіне отырып оқыды. Даусы ертегіге мүлде келмейтін, төмен, қарлығыңқы. Бірақ Данилка демін ішіне тартып тыңдап жатып, соңына жетпей ұйықтап кетті. Катя есік алдында тұрып қарады. Қарт адамның кітапты жауып, немересінің көрпесін түзеп, баяу орнынан тұрғанын көрді. Кереуеттің арқалығына сүйеніп. Сол сәтте ол мәселе пәтерде емес екенін түсінді. Ақшада емес. 3 бөлмемен аквариумда емес. Мәселе Данилкаға бұл адамның керек екенінде, және бұл адамға Данилканың керек екенінде. Ал өзіне біреудің жанында болуынан қорқуды тоқтату керек еді. Ол 2 аптадан кейін келісті. Жай ғана, ұзақ әңгімесіз. Бір кеште Павел Игнатьевич кетуге жиналып жатқанда, Катя дәлізге шығып, біз көшеміз деді. Бірақ менің шарттарым бар. Қандай? Мен шығынның өз бөлігінде төлеймін. Жұмысымды тастамаймын. Және бір күні бұл дұрыс емес деп ойласам, кетеміз. Павел Игнатьевич басын изеді. Келістік. Көшу бір күнде бітті. Катяның заты көп емес еді. 2 чемодан, ойыншықтар салынған қорап,
кітаптар қорабы, суреттер мен Сақина жатқан қорапша. Люда тәте жиналуға көмектесіп жүріп жылады. Қайғыдан емес, қызымның өмірі енді ғана түзеле бастады ғой. Бұған қалай қарап жүрмін деп өзім де білмей қалдым деді. Павел Игнатьевичтің пәтері Тыныш аудандағы кірпіш үйдің 4-ші қабатында орналасқан еді. Пәтер кең еді, төбесі биік, ескі бірақ сапалы жиһазбен толтырылған. Қабырғаларда кітап сөрелері, терезе алдында ештеңе жоқ, таза. Жалғыз тұрып айналасын безендіруді баяғыда қойған адамның үйі сияқты. Данилкаға аулаға қарайтын үлкен терезелі бөлме берілді. Бала бөлмені 3 рет айналып шықты. Шкаф ашыла ма? Тексерді. Төсектің астына үмілді. Сосын, маған ұнады, деп жариялады. Артынша, аквариум қашан болады, деп сұрады. Сенбіде, деді Павел Игнатьевич. Данилка басын изеп, жаңа қабырғаға суреттерін ілуге кетті. Жаңа пәтердегі алғашқы кеш. Катя кең ас үйде тұрды. Газ плитасы, 4 адамға арналған үлкен үстел. Бірақ онда үнемі 3 ғана отыратын. Ол салатқа көкөніс турап жатты. Плитада шәйнек қызып тұр. Тұмша пеште таңертең Павел Игнатьевич әкелген тауық пісіп жатыр. Данинка үстелде сурет салып отыр. Жаңа жерде. Бірақ баяғы сол іспен. Павел Игнатьевич жанында отырып алмаршып отырды. Баяу, ұқыпты. Қабығын үзбей ұзын таспа етіп. Ата, қабығы үзілмейтіндей арша аласың ба? Деп сұрады Данилка оның қолына қарап. Иә, маған мұны әкем үйреткен. Ал оған оның әкесі. Ал мені үйретесің бе? Үйретемін. Сәл өсіп алғанда. Данилка ойланып қалды. Ал папам істей алатын беді? Павел Игнатьевич тоқтап қалды. Қабық таспасы салбырап тербеліп тұрды. Иә, деді ол. Менен де жақсы. Данилка басын изеді. Маңызды бір нәрсенің расталғанын естігендей. Сосын қайта суретіне кірісті. Павел Игнатьевич алманы соңына дейін аршып, тілімдеп кесіп, немересінің алдына қойды. Катя плита жанында, арқасымен оларға қарап, қызанақ турап тұрды. Пышақ қолында сәл ғана дірілдеп тұрған, білінер-білінбес. Ол пышақты қойып, қолын сүлгімен сүртті де бұрылды. Үстел басында 2 адам отыр еді. Біреуі қарт, біреуі кішкентай. Екеуінің арасында кесілген алма мен сурет жатыр. Суретте үлкен үй салынған. 2 терезесі бар. Жанында ағаш және 3 адам. Ал үйдің қасына Данилка домалақ аквариум мен балықты қосып салып қойған. Катя үстелге жақындап жанына отырды. Алма тілімін алды. Мойнында жемішке шынжырға тағылған Сақина ілулі түреді. Сол баяғы гранаты бар. Ішінде ойылған жазуы бар Сақина. Олар көшіп келгеннен кейінгі 2-ші күні-ақ оны қорапшаға жасыруды қойған. Енді оны кулон сияқты мойнына тағып жүретін. Кейде ойланып отырып, саусағымен ұстап қоятын. Таныс салмақ. Таныс металл салқындығы. Керісінің жылуымен жылынған. Керезенің сыртында қараңғылық қоюлана бастады. Аулада шамдар жанып, олардың жарығы ас үйге сары төртбұрыш болып түсіп тұрды. Шәйнек қайнап кетті. Катя орнынан тұрып, шәй құюға кетті. Кәдімгі кеш. Тақта үстіндегі көкөністер, тұмша пештегі тауық, үстелдегі қарындаштар, алма мен шайдың иісі. Басқа біреу үшін бұл ерекше ештеңе емес еді. Ал олар үшеу үшін көп жылдан кейінгі алғашқы шынайы кеш. Катя үшін краннан тамған суды санамайтын, жалақыға дейін ақша жетеме деп ойламайтын алғашқы кеш. Данилка үшін жанында мама да, ата да бар. Ал алдында уәде етілген аквариум күтіп тұрған алғашқы кеш. Павел Игнатьевич үшін үстелде бір емес, 3 тәрелге тұрған алғашқы кеш. Данилка балықтың суретін салып бітіріп, қарындашты қойды да есінеп жіберді. Мама, ертең сенбі ме? Жоқ, Данилка, ертең жұма. Ал сенбі қашан? Бүрсі күні. Сосын аквариум ба? Сосын аквариум. Данилка риза болып басын изеді де, орындықтан түсіп жама бөлмесіне кетті. Аулаға қарайтын терезесі бар үлкен бөлмеге. Жыртық құлақты плюш қоянын құшақтап, өзі кереуетке шығып жатты. Мамасының көмегінсіз. Көзін жұмды. Катя мен Павел Игнатьевич ас үйде қалды. Үндемей шай ішіп отырды. Бірақ бұл толтыру керек үнсіздік емес еді. Жай ғана бірге отыруға болатын үнсіздік. Павел Игнатьевич, деді Катя кесесін қойып. Сіз оны 8 жыл таба алмадыңыз. Ал Сақина сізді бір күнде тауып алды. Ол Катяға қарады.
Сосын мойнындағы Сақинаға көз тастады. Андрей оны тастамаған екен, деді ол. Осынша уақыт бойы тастамаған. Катя басын изеді. Екеуі де бір нәрсені түсінді. Андрей әкесінен кетсе де, Сақинаны қалдырмаған, сатпаған, жоғалтпаған, жасырып қоймаған. Күнде саусағында тағып жүрген. Мүмкін бұл оның жібермеу тәсілі болған шығар. Мүмкін бір күні өзі де қайтып келер ме еді, тек үлгермеді. Катя орнынан тұрып, кеселерді жуып үстелді сүртті. Кәдімгі қимылдар, кәдімгі кеш. Ас үйдің жарығын өшіріп, Данилканың бөлмесінің жанынан өтті. Бала ұйықтап жатыр екен. Тынысы таза, қырылсыз, ысқырықсыз. Плюш қояны жастығының жанында жатыр. Катя өз бөлмесіне кіріп, төсегіне отырды да телефонды алды. Фотолардың ішінен Андрей күліп тұрған жалғыз суретті тапты. Сирек кадр. Бір мерекеде түсірілген. Сол кезде Данилка бір жас деді. Андрей үстелдің жанында тұр. Ұлын қолына ұстап алған. Камераға емес, бір жаққа қарап күліп тұр. Бір қызық нәрсе көргендей. Оң қолының аты жоқ саусағында Сақина жарқырап көрінеді. Катя суретке қарады. Сосын мойнындағы Сақинаны ұстады. Саусағымен сипап өтті. Көрдің бе, Андрюша, деп ойлады ол. Сақина бәрібір үйіне қайтты. Біз де онымен бірге. Қателер үшін кешірім сұраймыз. Пікірге өз ойларыңызды жазыңыздар. Егер ұнаса, арнаға жазылыңыздар.